Алматылық оқушылар қоғамдағы өзекті мәселелерді ерекше форматта көтеруді қолға алды. Әлеуметтік тақырыпты қозғап, қысқа метрлі фильм дайындайтын бұл ұжымның мақсаты бір. Мәселені ашып қана қоймай, оның шешу жолын ұсынып, көрерменге ой тастау. Біз қоғамның мүшесі атты қысқа метрлі фильмдер топтамасының алғашқы шығарылымы Буллингке арналды. Мен бақытты боламын қысқа метрлі фильмде басты кейіпкердің жан дауысы, ішкі монологы арқылы мәселенің мән-жайы баяндалады. Фильмде басты кейіпкер қоғамдағы әр адамның ерекшелігін түсініп, мектеп ішінде буллингтің алдын алу жолдарын іздейді. Ол өз ортасында әділдік орнатып, дөрекілікке жол бермеуге тырысады. Бейне көрерменді буллингке куә болғанда үнсіз қалмауға шақырады. Басты рөлді сомдаған 10 сынып оқушысы бұл бастама оған да әсер еткенін жасырмады. Осы тақырып арқылы көп нәрсені түсіндім. Буллинг жалпы қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі болғандықтан осы тақырыптың жаман екенін түсіндім. Қазіргі қоғамда буллинг тақырыбы өте қатты қозғалып жатыр. Сондықтан да біздің мақсат осы буллингті тоқтатып, өзіміздің мақсатымызға жету. Жоба аясында арнайы шығармашылық ұжымда құрылған. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері сценарийді сараптаса, өзін-өзі басқару ұйымы актерлік құрам, түсірілім мен монтажға жауапты. Шығармашылыққа жақын ұстаздар да бастамадан тыс қалмаған. Алдағы уақытта бұл топтаманың шығарылымдары қоғамдағы басқа да өзекті мәселелерге арналмақ. Жоба авторлары жастардың көзқарасын көрсетіп, қоғамның дамуына өз үлестерін қосуды мақсат етеді. Әбдірахман Қайрат, ұрпағының медиа, арнайы Наурызбай Ньюс үшін. Келген себебі оқушылардың буллингтің алдын алу туралы ақпарат беру балаларға. Бүгін 188 мектепке 16 күн гендерлік зорлық зомбылықсыз Қазақстан акциясы бойынша келіп, осы тақырыпқа зорлық зомбылықсыз балалық шақ деген тақырыпқа лекция оқып, оқушылармен бірге сұхбаттасып, және де осы акция жайында ақпарат айтып кеттік. Бүгін 2 желтоқсанда бізде тарих апталығының ашылуы өтіп жатыр. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі тарих апталығынан не күтесіз? Сәлеметсіз бе? Тарихты білмей болашақты болжау мүмкін емес деген сияқты тарих апталығы өте қызықты өтеді деп ойлаймын. Тарих апталығына 5 мен 11 сыныптың аралығындағы оқушылар барлығы белсенді қатысып, түрлі тарихи ойындарға, зияткерлік ойындарға қатысады деп сенемін. Бұл апталықтың мақсаты оқушыларды өз тарихымызға жақындату, маңызды оқиғаларды тереңірек түсіндіру және тарихи тұлғалардың рөлін көрсету. Как думаете, что даст вам неделя истории? Я считаю, что декада истории основы права дадут нашим ученикам углубленные знания по предметам и вызовут огромный интерес к нашим предметам истории Казахстана и основ права. Расскажите свое мнение о сегодняшней декаде. Сегодня в нашей школе была открыта декада истории по теме «Независимость – наше бесценное богатство». Если сказать свое мнение, то я считаю, что сегодняшнее мероприятие, наше открытие прошло очень хорошо, организовано, красочно. Я думаю, оно всем понравилось. А главное, что учителя истории мы остались довольны тем, что мы сегодня провели. Апталықтан қандай жаңа нәрсе білгіңіз келеді? Мен осы тарих апталығынан жаңадан тарихи тұлғалар туралы көбірек ақпараттар білгім келетін еді. Мысалы, тоқталғанда олардың еңбектері туралы, олардың өмір баяндары туралы, сол еңбек жолдары туралы көбірек ақпарат білгім келеді. Что вам нравится в изучении истории? Мне нравится, что история помогает понять прошлое и почему все сейчас так устроено. Қай тарихи тақырып сізге ең қызықты? Маған ең қызығы Керей мен Жәнібек, өйткені қазақ хандығының негізін құраған Керей мен Жәнібек. Сондай-ақ оқушылар үшін тарихи викториналар, дебаттар, эссе байқаулары және интерактивті ойындар ұйымдастырылған. Әр сынып белсенді қатысып, өздерінің шығармашылық жұмыстарын ұсынуда. Бұл нөмір 186 жалпы білім беретін мектеп. Тарих аптасы әлде жалғасады, сондықтан қызықты сәттерді бірге тамашалайық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен тікелей байланыста нөмір 186 жалпы білім беретін мектеп. Бүгін 4 желтоқсан біздің оқу орнымызда жер сілкінісі кезіндегі әрекеттерді пысықтауға арналған оқу жаттығу тревогасы өткізілуде.
Сағат белгіленген уақытта мектеп бойынша арнайы дабыл сирена қосылды. Сигнал берілгеннен кейін барлық оқушылар мен мұғалімдер өз кабинеттерінде алдын ала үйретілген қауіпсіздік ережелерін орындады. 5 минуттың ішінде біз қауіпсіз жерге шығардық оқушыларды. Күн 214-ші мектепте күй төгілген жүрекке рух сыйлаған ерекше күн болды. Мектепте ұлттық өнерді дәріптейтін ерекше шара өтті. Домбыра байқауына арналған шараға Наурызбай ауданының мектептері қатысып, әсем күйдің көркін аша түсті. Халқымыз жас ұрпақты адамгершілікке, батырлығына, туған жерді сүюге, үлкенді құрметтеуге тәрбиелеген. Бүгінгі байқаудың мақсаты ұлттық құндылықтарды насихаттай отырып, оқушыларға музыкалық эстетикалық тәрбие беру, олардың шығармашылық қабілеттерін шыңдау. Тәуелсіздік күніне орай өткізіп жатқан тәуелсіз елдің пернесі атты бүгінгі аудандық байқауда әдемі күйшілердің өнерін тамашаладық. 214-ші мектепте бүгінгі ұйымдастырылған іс-шара өте жоғары деңгейде өтті. Жас өнерпаздарымыздың арасында ұлттық музыкаға деген құрмет, күй тартуға деген өнер құдіретін түсінетін жас өнерпаздарымыздың көп екендігі бізді қуантты. Әрине осы болашақта осындай Қазақстан елінің жақсы өнерпаздары жоғары биіктен көріне берсе екен деген ойдамын. Қатысушылар жүлделі орындармен марапатталып, концерттік шара жоғары деңгейде өтті. Ұлан еліміздегі балалар мен жасөспірімдерге арналған ең көне әрі ең беделді республикалық басылымдардың бірі. Талай таланттың талабын ұштап, болашақ журналистердің алғашқы қадамын айқындаған газет бүгінде жас қаламгерлерге жол ашып келеді. Ал биыл біздің білім ордамызда қуанышты жаңалық болды. Мерлі Қайсарқызы ресми түрде Ұлан газетінің жас тілшісі атанды. Жасөспірімдер арасында суырылып шығып, республика деңгейіндегі басылымға материал жолдау үлкен жетістік. Мерлі мектеп өміріндегі жаңалықтарды, оқушылардың бастамалары мен түрлі оқиғаларды тұрақты түрде жазып, оларды республикалық аудиторияға таныстырып келеді. Осы тұста жас тілшінің өзінен де сұхбат алып көрдік. Ұлан газеттің жас тілшісі болу маған үлкен мүмкіндіктерге жол ашады, және тек қана маған емес, Ұлан газеті талай таланттардың талабын ұштаған бірден бір мектеп. Осы жас тілші атану жолындағы мектепке, мектеп ұжымына алғысымды білдіремін. Өйткені осы медиа студия, тағы да басқа заттар менің жас тілші атануыма да үлесін қосты десем де болады. Сөз соңында айта кетсек, Мерлінің жас тілші ретіндегі алғашқы қадамдары мектеп ұжымы үшін де үлкен мақтаныш. Алдағы уақытта ол республикалық басылымда жаңа жобалар мен тың материалдар ұсынып, шығармашылық жолын жалғастырмақ. Забира Якуб, Абдрахман Қайрат, Ұрпақ үні медиа, арнайы Наурызбай Ньюс үшін. Номер 200 мектеп гимназиясында заң халықтың қорғаныс шарамыз басталды. Ал біздің енді келесі бөлім сұхбат. Бізде қонақта мен Наурызбай ауданының полиция басқармасы, әкімшілік полиция бөлім бастығы, полиция майоры Байдалиев Басқат Асымханұлы. Енді қазіргі өзекті сұрақтардың бірі жастардың правасыз көлік айдауы. Иә, дұрыс айтасыз, қазіргі кезде ондай негіз бар, ондай сіз айтқан орын алған балалар, жас балалар әкесінің, шешесінің көлігін айдап кетіп, ұрлап кетіп, айдап кетіп жатыр. 127-ші бап бар әкімшілік кодекстің, ол 127-ші бап бойынша жаңағы баланың әке-шешесіне айыппұл салынады. Қадағаламаған үшін. Одан айта кететін мәселе тағы Алматы қаласында бүгінгі уақытта 1-ден 7-ші желтоқсан аралығында қауіпті жүргізуші атты бізде профилактикалық іс-шара жүргізіліп жатыр. Автобус жүргіншілерімен профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және осы мектептерде оқушылармен профилактикалық іс жүргізіліп жатыр. Енді біздің сұхбатымыз жалғасуда. Бізде бүгін қонақта
Алматы қаласы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі аға лейтенанты Расылхан Батырхан. Енді біз жастарда өзекті болып жатқан сұрақтарды қойып жіберсек, жастарға өмірде дұрыс жолды таңдауға берілетін ең маңызды үш кеңес қандай? Ең маңызды үш кеңес: ешқашан оңай ақшаға қызықпаңыздар. Өмірдегі жетістіктердің бәрі еңбекпен, шыдамдылықпен келеді. Ешқашан мұнаймай тек алға қарай жүру керек. Үшінші кеңес: әр нәрсені, әр қимылды, әр іс-әрекетті ақылмен ойланып, парасатпен жасау. Және де дропер болудың заңдылық жауапкершілігі қандай? Заңдылық жауапкершілігі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 232 бабы бойынша 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Және де дроповод болса, яғни дропердің кураторы болса, ол 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жақсы, рахмет аға. Үші күні информатика пәні мұғалімдері көңілді қоңырау ұйымдастырып, үзіліс уақытында оқушыларға осындай қызықты ойын ойнатты. Оқушылар жиналып, өз арасынан жылдамдық пен зейінін сынап, көңілді атмосфера орнады.